Essential Grammar 17-ші юнит. Бүгінгі тақырып бізде тағы да Present Perfect. Present Perfectте қолданатын ever деген сөз бар. Және Present Perfect'тің тағы да қолданатын бір жері бар. Оны қазір түсіндіремін. Бізде ever дегеннің мағынасы өміріңде істеп көрдің ба деген сөз. Да? Еще Present Perfect'ті бізде қолданады адамның өміріндегі тәжірибесі үшін. Өміріңде істеп көрдің ба? И ever деген вообще істеп көрген бе едің. Мысалы, have you been to Rome? Сен Римда болған бе едің? Сенде сондай тәжірибе бар ма? Тәжірибе. Жауап береді. Yes, I have many times. Мен болдым көп рет. Енді, have you ever been to Japan? Сен өміріңде been to Japan, Японияда өміріңде болдың ба вообще жалпы? Да? No, I have never been to Japan. Жоқ, мен ешқашан Японияда болған емеспін. Okay? Енді бізде present perfect просто қолданатын болса, онда ол адамның өміріндегі тәжірибесіне байланысты. Егер ever қолданатын болса, ол жалпы өміріңде болдың ба, болмадың ба деген сөз. Okay? Енді мына жерде айтылып жатыр как раз past, өткен шақ, now, қазіргі уақыт. Енді өткен шақтан бастап өміріңдегі қазіргі уақытқа дейінгі тәжірибеңнің ішінде сол іс-әрекет бар ма деген ever деген қолданылады. Have you been деген сен соны істеген бе едің? Да, жалпы өміріңде. Екеуінің қатты разницасы жоқшы, бірақ ever дегенде сен вообще хотя бы бір рет болып көрдің ба деген. Have you been деген сен типа өміріңде бір рет емес, жалпы болдың ба деген. Қатты сильно разницасы жоқ негізі. Okay? Мысалы, have you been to France? Сен Францияда болған бе едің? No, I haven't. Жоқ, мен болмадым. I've been to Canada. Мен Канадаға барған едім. But I haven't been to United States. Бірақ мен болмадым Америкада. Так, енді мына жерде біз past simple'ды да қолдансақ болатын еді, бірақ біз past simple'ды қолданамыз егер біз қашан, қай уақытта болған туралы, то есть уақытты қосып айтамыз. Мен болдым Америкада, мысалы 2007 жылы деп айтсаңдар болады. I was in United States in 2008. But I have been to United States. Мен болдым Америкада 2 рет. Қашан? Не важно. Окей? Енді бұл бізде болымды сөйлемде, и сұраулы сөйлемде. Егер бізде сұрақ қоятын болсақ, present perfect plus ever, present perfect және everді қосып сұрақ құрастыратын болсақ, және never деген сөз қолданатын болсақ, never дегеннің мағынасы и так негатив. Поэтому жаңа сөйлемнің ішінде негатив екінші рет қолданылмайды. Never дегеннің өзі и так негатив болып тұр. Егер сұрақ болатын болса, ол былай болады. Have, has, бастауыш, ever, етістік, үшінші форма. Has Anne ever been to Australia? Yes, once. Ол бір рет болды. Once деген бір рет деген сөз. Have you ever played golf? Сен өміріңде ойнадың ба гольф? Ошы ойнап көрген бе едің? Yes, I play a lot. Мен ойнаймын көп. My sister has never traveled by plane. Менің әпкем ешқашан жүрмеген самолетпен, ұшпаған. I have never, мен ешқашан ridden a horse, жылқымен жүрмедім. Или мысалға, I have never seen him before. Мен оны бұрын ешқашан көрмеген едім. Окей? Енді, present perfect'та тағы да мынандай екі сөз бар, мағынасы екі түрлі. Gone және been. Have gone, have been. Егер бізде адам бір жаққа барып да gone дегенді көрсетейінші. Сен мысалы мына жерде тұрсың, қасында ол адам жоқ. Ол бір жаққа кетіп қалды, қайтып келмеді әлі. He has gone болады. Егер адам со жаңағы баратын жерге барды, сосын қайтып келді, и осы жерде тұр, со жерде болып келді. Онда has been болады. Have gone кетіп қалды, has been барып келді.
Мысалы, мына қыз сұрап жатыр. Where is Bill? Bill қайда? He's away. Ол кетіп қалды. He's gone to Spain. Ол Испанияға кетті. Bill қазір жоқ мына жерде. Енді 2 аптадан кейін Hello Bill. Мына Billмен кездесіп жатыр. Hi, I have been on holiday. I have been to Spain. Мен Испанияға барып келдім. То есть Bill уже со жаққа барды, сосын қайтып келді. И өзінің жаңағы опыты туралы, тәжірибесі туралы айтып жатыр. Окей? Енді мына жерде бізде тапсырмалар бар. You are asking Helen questions beginning have you ever. Мына Helen деген қыздан have you ever өміріңде істеп көрдің ба деген сөзбен басталатын сұрақ сұрау керек. Так, мына жерде мысалға Лондон дейді. Have you ever been to London? Сен Лондонда өміріңде болдың ба? No, never. Жоқ, ешқашан. Play golf. Гольф ойнау. Have you ever сен өміріңде played golf? Өміріңде гольф ойнап көрдің ба? Yes, many times. Көп рет. Австралия. Have you... Тағы да кетіп қалды ғой. Ладно. Так, 14, 15, 17. Have you ever өміріңде been болдың to Australia? Австралия. Сен Австралияда өміріңде болдың ба? Yes, once. Я бір рет. Енді lose passport. Жоғалту паспортты. Сен паспортыңды жоғалтқан бедің өміріңде? Have you ever lose деген үшінші формасы lost your passport? No, never. Жоқ, ешқашан. Келесі. Fly in a helicopter. Вертолетпен ұшу. Have you ever сен өміріңде fly өткен жағы үшінші формасы fly, flew, flown. Have you ever flown in a helicopter? Вертолетта. Yes, a few times. Я бірнеше рет. Win race. Ұту жарысты. Сен жарысты өміріңде ұтқан бедің. Любой жарысты. Have you ever won in a race? No, never. Жоқ, ешқашан. Нью-Йорк. Сен Нью-Йоркта өміріңде болдың ба? Жалпы вообще болдың ба, болмадың ба? Have you ever been to New York? Yes, twice. Я екі рет. Drive a bus. Айдау автобусты. Сен өміріңде автобус айдап көрдің ба? Have you ever ridden a bus? Жоқ, driven болады ғой. Drive, drove, driven, да? Driven a bus. No, never. Жоқ, ешқашан. Break your leg. Сындыру өзің аяғыңды. Сен аяғын сындырып көрген бедің. Have you ever broken your broken your leg? Yes, once. Я бір рет. Okay? Have you ever деген өміріңде істеп көрген бедің деген сөз. Енді мына жерде write sentences about Helen. Helen туралы жаз дейді. Ол болды Нью-Йоркта. She has been to New York twice. Ол болды Нью-Йоркта екі рет. Мына жерде Нью-Йорк туралы көреміз, екі рет болыпты. Окей. Австралия. Ол ешқашан болмаған. She has never been to Australia. Win a race. Ұту жарыста ұту көрейік. Мына жерде жарыста ұту. Ол жоқ, ешқашан. She has never won a race. Ешқашан жарысты ұтпаған. Fly in a helicopter. Ұшу вертолетта. Ол вертолетта a few times бірнеше рет ұшты, я. She has
flown in a helicopter a few times. Бірнеше рет. Окей. Енді write about yourself. Өзің туралы жаз. Сен мынаны қанша рет істедің өміріңде? Нью-Йорк. Мен Нью-Йоркта ешқашан болмағам. I have never been to New York. Play tennis. Мен 2 рет теннис ойнағам да, мысалы. I have played tennis twice. Да, жақында осы ойынды бітірдім емес, жалпы өмірімде 2 рет ойнап көргем деген мағына береді. Drive a lorry. Lorry деген бізде грузовик, drive деген айдау, грузовик айдап көру. Мен грузовик айдап көргем 1 рет. I have driven a lorry once 1 рет. Be late for work. Кешігу жұмысқа. Бірнеше рет, a few times. I have been late. Давай. I have been late to work a few times. Бірнеше рет. Окей, хорошо. Мына жерде Mary is 65 years old. Мына Mary деген әйел 65 жаста. Мына жерде she had an interesting life. Оның өмірі қызық болды. What has she done? Өмірінде не істеп көрген ол? She has had many different jobs. Көп жұмыстар болғаны да. Так, мына жерде сөз етіп көрейік. Have бар болу, many different jobs. Көп жұмыстар. Do, істеу, travel, саяхаттау, be болу, write жазу, meet кездесу. All over the world, дүниенің барлық жағын. All over, полностью дүниені. 10 books, 1 кітап. A lot of interesting things, көп қызықты заттар. A lot of interesting people, көп қызықты адамдар. Married 3 times, үйленген, тұрмысқа шыққан 3 рет. Окей, давай, көрейік. She has done, дудан бастайық, she has done, ол істеп көрді. A lot of interesting things, көп қызықты заттар. A lot of interesting things. Do кетті. Travel. Travel дүние жүзі бойынша. All over the world. She has traveled. She has traveled all over the world. Дальше. Be болу. Be married, да? Үйленген болу, тұрмысқа шыққан болу 3 рет. She has been married 3 times, 3 рет. Дальше. Write, жазу. Ол жазды 10 кітап. She has written, 3-ші формасы, 10 books. 10 кітап жазған әйел. Дальше. Meet, кездесу, көп қызықты адамдармен. She has met a lot of interesting people. Окей. Енді been, gone. Gone және been деген сөздер. Gone деген кетіп қалған, been деген болып келген. Bill is on holiday. Bill демалыста at the moment, дәл қазір. He has gone to Spain. Ол кетіп қалды Испанияға. Where is Jane? Jane қайда? She's not here. Ол осында емес. Значит, gone болады. I think she has gone. Мен ойымша ол кетіп қалған to the bank. Банкқа. Енді hello you. Where have you? Сен қай жақта? You дәл алдында тұр. Where have you been? Have you to the bank? Банкта. Сен болдың ба? Have you been to the bank?
Have you ever, сен өміріңде, to Mexico, Мексикада, no, never, жоқ, ешқашан. Have you ever been, сен болып келген бе едің? Хорошо. My parents aren't at home at the moment. Менің ата-аналарым үйде емес, дәл қазір. They have, олар осында емес, значит, gone ба. They have gone out. Сыртқа шықты. There's a new restaurant in town. Қалада жаңа ресторан. Have you, сен, to eat, оған. Сен бардың ба оған? Have you been to eat? Rebecca knows Paris well. Rebecca біледі Парижді жақсы. She's there many times. Ол көп рет сол жақта болған. She has been there. Helen was here earlier. Helen болды осы жақта ертерек. But I think she's now. Қазір ол кетіп қалған сияқты. She's gone now. Окей? Так, осыларды жазып алыңдар. Келесіде тағы да өтеміз. Келесі уақытта кездескенше.